Хей, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бұл Бақыр. Мен бүгін Майнкрафтта 100 күндік өмір деген рубриканы түсіретін боламын. Бірінші күні мен осылай ағаштарды шаққан болатынмын. И өзіме ресурстар жинап алдым ағаштан. Мысалы, верста жасап алдым, меч, кирка, солай топор, соларды жасап алған болатынмын. Және де мен ауылды іздеуді жөн көрген болатынмын. Осылай барлық мен ағаштарды жинап сөйтіп жүрмін. Міне мен ағашты барлығын жинап жүрдім. Ал ары қарай өздеріңіздер көріңіздер, мен ауылды іздестіруге жөн көрген болатынмын. Мен көптеген ағашты жинап жүрдім. Вот. Сосын ресурстар жасадым мен көптеген. Сосын мен жер іздеуді жөн көрдім. Үй салуға, мен ойладым ауылдың қасына үй салам деп. Бірақ ауылды іздедім. Міне осылай булыжниктарды жинадым. Вот, маған песок керек деп ойлап, анандай терезеге. Сосын осылай жинап алдым. Нам пригодится песоктар. Вот, не сиырларды өлтіріп жүрдім. Еті керек. Мен даже жүрекке де қарамадым. Сол вот, бірінші күнім. Осылай өтіп жаттым. Не? Мен ағаштар жинадым, өте көп ағаштар жинадым. Маған керек болады деп, сосын үй салам дедім. Үй салуға керек болады көп ағаштар. Осылай. Және мен үлкен поле тауып алдым. Осындай. Бірақ бұл жер маған ұнамады. Басқа жаққа кеттім негізі. Мен көбінесе ауылды іздегім келді, ауылды. Осылай. Сосын достар, мен қызықты нәрсе тауып алдым. Бұл портал, портал тауып алдым. Сол сундығынан әдемі нәрселер шықты. Топор таптым мен. Золотой. Және атқан немене қалай тауып ана сыртын, соны тауып алдым, короче. Міне сосын мен ана алтын блокты рубить немене сындырғым келді, бірақ мен деревняный киркамен сындыра алмаймын. Мен ол жерден кеттім. Басқа жерді іздестіруге кеткем. Вот. Осылай көп ағаш жерді таптым. Және де ең қызығы, мен үлкен шақты тауып алдым. Мен ойладым осы жерге тұруға. Осы жаққа тұруды көштім, өйткені
шахта қасында болады, үйдің қасында. Сол жақсы идея деп ойладым. Осының қасына үй салуды жөн көрдім. Міне, үй салуға жер іздеп жүрген кез. Вот. Достар, тіркеліп отырыңыздар, лайк, подписка, солай. Сосын жер таппай жүрдім. Мына жерде слишком көп ағаштар болды. Не, идеальный жер таптым. Вот этот ағаш маған мешать етті. Сосын оны сразу алып тастауға көштім. Не, мынау топор өте тез екен, бірақ менің ойымша төзімді емес топор. Сосын міне осы жерді тазалап жүрдім. Вот үй салуға жер осылай тазаладым. Вот. Осы жер маған ұнады, өйткені мына жерде шахта жақын, және де идеальный жер үй салуға. Не, вот мен үй салып жатырмын. Әр жан-жағын 6 блоктан. Пока что кішкентай, өйткені дами барған сайын үлкен үй істейтін шығармын. Жан-жағын 2 блоктан істедім, зомбилер кіріп кетпеу үшін. Достар, сосын жай айтпай лайк, подписка басып кетіңіздер, тегін ғой. Сол міне. Вот, осылай. Вот, осылай. Үйімді салып алатын болам. Пока что кішкентай маған өзіме жақсы деп ойладым бұл жер. Өйткені алда үлкен үй салып жатамыз. Не, мен лопата алып алдым, әдейі мына жерді тез қарып тастау үшін, полын тазалауға. Не, достар, анандай топор бар ғой, сол төзімсіз секілді, өйткені ол сразу уже түсіп отыр. Мына жерін тазалап жатырмын. Не? Вот полын тазалап жүрмін мен. Вот осындай мен блок таңдадым, әдейі аппақ болу үшін. Вот достар, лайк басып, тіркеліп, коммент жазып достарыңызға белгілеп кетіңіздер. Осындай қазақ ютубты дамытайық, достар. Не, вот келеттен маған зомби атаковать етеді, шошып кетемін, ойымай. Қараңдаршы, зомби вообще кездеспедіңдер. Бір кезде сразу артында тұр, ё-моё. Кішкене неожиданный скример деймін. Сол немен. Достар, сіздермен болған Бакрум. Менің видеом осылай бітті. Лайк басып, коммент жазып, достарыңызға бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.